Армысыздар, құрметті көрермендер. Тибет каналының келесі саны өздеріңізбен доктор Шерхан. Бүгінгі видеомызда қазіргі қоғамға өте қауіпті болған ауру және сырқат деп атаймыз. Ол қант диабеті. Қант диабет туралы не білесіздер? Жалпы қазіргі статистикаға жүгінетін болсақ, Қазақстан елінде 700 мыңға адам қант диабетімен ауырады екен. Бұл жерде қауіптісі санның цифрда емес, қауіптісі сол 700 мың адамның жартысы осы уақытқа дейін өздерінің қант диабеті екенін білмей келген. Сол себепті асқынып кеткеннен кейін докторға, яғни врачқа барып жүгінуге тура келіп отыр. Жалпы бүгін тақырыпта ең күрделі, ең маңызды мәселе қант диабетінің бастапқы қандай белгілері бар және сіздер біліп жүрсін деп бүгін түсіріп отырмыз. Назарларыңызды экранға аударсаңыздар. Қант диабеті деген не? Қант диабеті бұл организмдегі, яғни қанның құрамындағы қанттың глюкозаның дұрыс өңделмеуіне байланысты созылмалы ауру деп атаймыз. Қандағы қант деңгейінің жоғарылауы ағзаға көптеген зиян келтіріп, өмір сапасын төмендетеді. Сол себепті қазіргі таңда қант диабетінің екі түрге бөлінеді. Яғни бірінші типті, екінші типті дейміз. Бірінші типтегі қант диабеті ол инсулин, яғни зависимый деп атаймыз, инсулин тәуелді, а екінші типті инсулин независимый, яғни таблеткалық түрін екінші типке жеткізатын боламыз. Қант диабетінің пайда болу себептері. Негізгі себептерінің бірі ұйқы безінің, яғни поджелудочная железа деп атаймыз, инсулиннің гормонын дұрыс өндірмеуі, немесе организмнің инсулинге дұрыс жауап бермеуі. Яғни инсулин дегеніміз қан құрамындағы қант деңгейін реттейтін маңызды гормон. Ол гормон тек қана сол ұйқы безінен бөлінеді. Бірінші тип кезінде инсулин мүлдем бөлінбейді, ал екінші тип кезінде инсулин бөлінеді, бірақ ол жеткіліксіз емес. Сол себепті бірінші типке инсулин тағайындайды, а екінші типке таблетка түрінде ем тағайындайтын болады. Бірінші және екінші тип диабеттің айырмашылықтары. Бірінші типті диабет бұл автоиммундық ауру, яғни организм өзінің инсулин шығаратын жасушаларын бұзады. Нәтижесінде инсулин мүлдем өндірілмейді, немесе өте аз мөлшерде өндіріледі. Көбіне бұл тип балаларға және жасөспірімдер анықталады. Ал екінші типті диабет болатын болса, бұл типте әдетте ересектер, әсіресе артық салмағы бар адамдарда пайда болады. Инсулиннің өндірісі жеткілікті болуы мүмкін, бірақ организм оны дұрыс пайдалана алмайды. Бұл тип диабеті бүкіл әлемде ең кең таралып отыр. Сол себепті бұған тек қана таблетка, яғни таблеткалық терапия, яғни ем-дом жасалатын болады. Қант диабетінің негізгі белгілері. Бірінші белгісі жиі шөлдеу, яғни полидипсия деп атаймыз. Қандағы қант деңгейі жоғары болғанда организм сұйықтықты көп қажет етеді. Сондықтан адам жиі шөлдейтін болады. Қанша су ішсе де, одан ары тағы су ішкісі келе беріп, тамағы өте қатты қурай беретін болады. Осы бірінші белгі болады. Ал екінші белгі қатты шаршау деп атаймыз. Бұл жерде инсулин жеткіліксіз болғандықтан организмдегі жасушалар қажетті энергияны ала алмайды. Бұл шаршаудың негізгі себебі болады. Үшінші себебі тез арықтау, яғни тез арада салмақ тастау. Бірінші типте диабетте организм энергия алу үшін майды күйдіре бастайды. Бұл тез салмақ жоғалтуға алып келеді. Көп адам байқайды, негізі бірінші тип кезінде көбінесе азып, адам тозып, жүдеп кететін болады. Осы бірінші тип диабетінің белгілері болады. Ал екінші тип кезінде керісінше, яғни салмақ тола бастайды. Адам тола бастайды, оның үстіне тем более таблеткалар ішкеннен кейін, о таблеткалардың көбісі гормоналдық болғандықтан кейін адам көп салмақ қосып болатын болады. Осыны тез арықтау деген категорияға, және де бірінші типті, екінші типті категорияға жатқызатын боламыз. Төртінші себеп жиі зәр шығару дейміз, яғни полиурия деп атаймыз. Организм артық қанттан құтылу үшін көп мөлшерде сұйықтық шығарады. Ол дегеніміз, сіз
постоянно мынау дәретке шыққаннан кейін жарты сағат сайын мынау кіші дәретке шыққыңыз келіп отыратын болады. Неге десеңіз, бағана айтқандай артық қанттан айырыла бастайды, айырылғысы келіп тұрады. Сол себепте сұйықтықты шығарып отырады. Егер сіз ешқандай простатит, ер кісі болсаңыз простатит, немесе әйел кісі болатын болса циститі болмайтын болса, онда ешқандай белгілер болмаса, цистит пен простатиттің, онда тек қана зәр шығару ол диабеттің белгісі болып табылады. Бесінші себеп тері және ауыз құрғақшылығы деп атаймыз. Жоғары қант деңгейі ағзаның су балансын бұзады, сол себепті құрғақшылыққа алып келеді. Ол дегеніміз, тері әрқашанда құрғақ болып, бетінде мынау әртүрлі жаралар шығып кететін бұл. Және де ауыздың жан-жағына ұшық деп атаймыз, ұшық, герпестер шыға бастайды. Және де сол шыққан кішкене бөрткен жаралар ұзақ мерзімге дейін, ұзақ уақытқа дейін жазылмайды. Болмасам жазылған кезде қайта шығып кететін болады. Вот сол тері және де ауыз құрғақшылығының именно осы белгісі болып табылады. Осы кезде міндетті түрде қанды апарып тексерту керек. Жалпы мынау врачқа барсаңыз, өздері өлшеп беретін болады. Сіздің өзіңіз егер ешқандай аппаратыңыз болмаса дегенім ғой. Алтыншы себеп жаралардың баяу жазылуы. Ол дегеніміз, қан айналымы нашарлағандықтан денедегі жаралар ұзақ уақыт бойы жазылатын болады. Яғни қандай да бір жара, іштен шықпаған жараны айтып отырмыз. Бұл жерде бір жеріңізді тырнап алсаңыз, немесе кесіп алсаңыз дейміз, мына жерге кішкене жара болатын болса, ол ұзақ мерзімге дейін жазылмайды. Өйткені ол не үшін жазылмайды? Өйткені бағана айтқандай екінші тип кезінде көбінесе организмнің, яғни клеткалардың тіктелуі бәсеңдейді, яғни төмендеп кетеді. Сол себепті терінің иммунитеті де төмендеп кетеді. Және де сол себепті ол жара ұзақ уақытқа дейін жазылмайды. Жетінші себеп аяқ қол ұюы және қышу деп атаймыз. Диабет нерв жүйесіне әсер етіп, аяқ қолдағы сезімталдықты төмендетеді. Бұл дегеніміз тек қана таңертең аяқ қолдың ұюы емес, ол күн тәртібінде, яғни күні бойы өзінен өзі аяқ қолыңыз үйіп қала беретін болса, және де ол жарты сағатқа дейін ешқандай сезімталдық көрсетпесе, сол аяқ қолдың ұюы өте қауіпті болады. Және қышу деп атаймыз. Ешқандай бөрткен жоқ, ешқандай жара жоқ, бірақ аяғыңыз немесе қолыңыз, денеңіз өзінен өзі қыши беретін болады. Сол кезде именно диабет нерв жүйесіне әсер етіп атқан болып саналады. Тағы да бір қант диабетінің белгілері ол көру қабілетінің нашарлауы деп атаймыз. Яғни қант диабеті қан тамырларына әсер еткендіктен көздің көру қабілеті нашарлайды. Ол дегеніміз, егер сіз көзіңіз жақсы көріп жүріп, бірден көзіңіз нашарлап кетсе, яғни -1,5-ға, егер -1-ге дейін болатын болса, ол өте онша қауіпті емес, өйткені ол генетикалық тұрғыдан да, немесе жас өткен сайында көздің нашарлауы мүмкін. Бірақ егер сіз жас кісі болатын болсаңыз, бірақ көз көру қабілеті -2,-ге дейін төмендеп кететін болса, онда міндетті түрде осы именно қан тамырлары әсер ететін болғандықтан көз көру қабілеті нашарлап жатқан болады. Сол себепті бұл не только бұл офтальмологқа, яғни барып эндокринологқа, немесе басқа да бір врачтар, өздеріңіздің терапевттеріңізге барып жолықсаңыз да, қандай шалғай ауылда тұрсаңыз да поликлиника бар. Сол поликлиникаға барып, міндетті түрде терапевтке барсаңыз, өзі назначение жазып, направлениесін беретін болады. Ал құрметті көрермендер, көріп тұрғандарыңыздай, ең жақсы ем алдын алған ем. Яғни бұл сырқаттың белгілерін біліп алғаннан кейін алдын алған өте оңай болады. Егер де қандай да бір белгілері болатын болса, онда міндетті түрде қан тапсырып, тексеруден өтіп, және медосмотрын өткендеріңіз дұрыс болады ағайын. Алдағы уақытта именно осы қант диабетінің қалай емделетінін, қандай емдік шаралар көретінін барлығын көрсетіп беретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Осы сіздерге берген ақпаратымыз егер сіздерге қандай да бір пайдасын тигізген болса, онда біздің каналымызға тіркеліп өтіп, лайк басып және комментарий жазып кетсеңіздер өте күшті болады ағайын. Ауырмаңыздар.